Жедел медициналық көмекке түсетін барлық шақыртулар шұғыл жағдайға байланысты 4 жеделділік санатына бөлінеді. Жедел медициналық көмек жеделдігінің 4-ші санатының жай-күйіне, пациенттің өмірі мен денсаулығына тікелей қауіпі жоқ. Жіті аурулардан немесе созылмалы аурулардың өршуінен туындаған жай-күй жатады. Жеделділік 4-ші санатына жіті аурудан немесе созылмалы аурудың асқынуынан туындаған барлық жағдайлар жатады. Жеделділік 4-ші санатына жіті аурудан немесе созылмалы аурудың асқынуынан туындаған барлық жағдайлар жатады. Бұл ретте өміріне және денсаулығына қауіп жоқ. Мысалы, мұндай жағдайларға жеңіл жарақаттар, жүкті әйелдердің құсуы, терінің жіті қабынуы, созылмалы аурулардың асқынуы, несептің жүрмей қалуы немесе қан аралас несептің болуы жатады. Жазатайым оқиға немесе ауру жағдайлары туралы қысқаша, бірақ анық айтып беріңіз. Орналасқан жері белгісіз болған жағдайда, оқиға орнына немесе мекен жайға кіреберіс жолын нақтылау, оның жалпыға белгілі бағдарларын атаңыз. Бұл зардап шегушінің жағдайын дұрыс анықтау және жедел жәрдемнің уақытылы келуі үшін қажет. Бригада келген соң, медицина қызметкерлерін әсіресе кешкі және түнгі уақытта қарсы алу қажет. Есіңізде болсын.